Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жаңа жылдық дастарханға ерекше әрі өте дәмді салат дайындаймыз. Салаттың жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 250 грамм алдын ала пісірілген тауық етін ұсақтап турап аламыз. 100-150 грамм шамасындағы черноселевті де ұсақтап турап аламыз. Үш-төрт ас қасық шамасындағы майонезді кондитерлік қапшыққа салып, үлкендеу жалпақ тарелкаға осылай сәбіздің көлеміндегі 3 бұрышты сүзіп аламыз. Ең алдымен ұсақталып туралған етті салып шығамыз. Менде ет тұздалмағандықтан аздап тұз қостым. Егер сіз етті тұзды суға пісірсеңіз, тұздаудың қажеті жоқ. Еттің үстіне де майонез жағып шығамыз. Еттен кейін ұсақталып туралған черноселевті саламыз. Черноселевтің үстінен де майонез жағамыз. Үш алдын ала қайнатылған жұмыртқаны үткіштің ірі бөлігінен өткіземіз. Үткіштен өткізілген жұмыртқаны салаттың бетіне саламыз. Қайнатылған жұмыртқаны да аздап тұздасаңыздар болады. Жұмыртқаның бетінен майонез жағып шығамыз. Үткіштің ең ұсақ бөлігінен өткізілген твердый сырды салаттың бетіне себеміз. Сырдың бетін майонезбен қаптаймыз. Салаттың бетіне майонез жағып болған соң, алдын ала қайнатылған және үткіштің ең ұсақ бөлігінен өткізілген сәбізді біркелкі етіп қаптап шығамыз. 3-4 дана оливкиді видеода көрсетілгендей етіп жіңішке және де сопақша етіп тураймыз. Салаттың бетін осы туралған оливкилермен безендіріп шығамыз. Салатты безендіру үшін осындай аскөк қолдансаңыздар болады. Біздің бүгінгі дәмі ерекше мерекелік салатымыз да дайын. Видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, және де рецепт ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса немесе жасап көрсеңіздер, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.